Теңіз Шевройл 30 жыл ішінде Атырау облысы тұрғындарын жұмыспен қамтуға айтарлықтай үлес қосты. Компанияның Теңіз және Королев кен орындарында 300 мыңнан астам адам табанды еңбек етіп мол тәжірибе жинақтады. Қазіргі таңда ТШО 2100-ден астам қазақстандық компаниямен ынтымақтастық орнатқан. Соның ішінде 40-тан астам компания ТШО-ның өндірістік қажеттіліктеріне сәйкес қызмет етеді. Бұл мүмкіндік үздіксіз еселене түседі. IHS Markit тәуелсіз агенттігі Кемеп университетінің бір топ зерттеушілерімен бірлесе зерттеу жүргізіп, ТШО-дағы бір жұмыс орны елімізде қызмет ететін мердігер, қосалқы мердігер және басқа да компанияларда қосымша 40-тан астам жұмыс орнын аша алатын қуатты өндіріс орны екенін анықтады. Өндіріске қызмет көрсету білікті кадрлардың тәжірибелі басқарушылардың болуын талап етеді. Сондықтан 2013 жылдан бастап ТШО 86 мыңнан астам тренинг пен семинарлар өткізді. Соның нәтижесінде 2022 жылдың соңына қарай түрлі лауазымдардағы қазақстандықтардың үлесі 95%-ға жетті. Бұл көрсеткіш 1993 жыл небәрі 50%-ды құраған еді. ТШО жемісті еңбек еткен 30 жылда Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар шетелде де сұранысқа ие мұнай-газ саласы мамандарының бірнеше буынын қалыптастырды. Бүгінде компанияның бас менеджерлерінің қатарында Жолай ауданының 3 тумасы қызмет етеді. ТШО-ның келешек кеңею және ұңғы ернеуіндегі қысымды басқару жобаларын қоспағанда, компаниядағы қазақстандық жоғары және орта буын басшыларының үлесі 87%-ды құрайды. 2007 жылдан бері 400-ден астам қазақстандық маман негізгі басшылық және техникалық қызметтердегі шетелдік әріптестерінің орнын ауыстырды. ТШО тәжірибесі қалыптасқандар мен жас кадрларды дамытудың ауқымды жүйесін құрды. Оның құрамына жас қызметкерді шетелде және Қазақстан Республикасы аумағында техникалық құзыреттерін жеделдете қалыптастырудың Горизонт кәсіби біліктілікті арттыру бағдарламасы және сертификаттау басқа да білім беру бағдарламалары кіреді. Айта кетейік, ТШО-да өз қызметкерлеріне арналған бағдарламалар мен жеңілдіктер де бар. Бұл мүмкіндік әрбір қызметкерлердің отбасына, оның мүшелеріне, табысы мен өмір сүру деңгейіне оң әсерін тигізуде. Халықтың әлеуметтік әл-ауқаты, оның денсаулығы мен санитарлық гигиеналық жағдайына әсер ететін негізгі фактор. Сондықтан компания кірістерінің өсімі табысты қызметкерлердің өмір сүру сапасы мен халықтың денсаулығын жақсартуға тікелей әсер етуі қажет. Осы мақсатта ТШО ақылы медициналық көмек пен дәрі-дәрмектерді, озық заманауи құрылғыларды сатып алуға, Атырау облысының денсаулық сақтау саласын қолдауға бағытталған әлеуметтік жобаларды қаржыландырып, қамтамасыз етеді. Соңғы 5 жылда 5 миллион ақш долларынан астам қаржыға облыстағы медициналық ұйымдар құрал жабдықтар сатып алды. Бұл туберкулездің алдын алу шараларын жүзеге асыруға, гепатерапия мен оңалту, Жолай ауданында алғашқы медициналық санитарлық көмек және халық арасында жұқпалы және жұқпалы емес аурулармен күресу әлеуетін арттыруға, мүмкіндігі шектеулі адамдарды тиімді оңалтуға, денсаулық сақтау және алдын алу, оның ішінде пандемия және оның салдарын жоюға, COVID-19 пандемиясымен күресу үшін дәрі-дәрмектер мен жабдықтарды сатып алуға мүмкіндік берді. ТШО-ның әлеуметтік жобалары медициналық мекемелердің диагностикалық әлеуетін кеңейтіп, әртүрлі ауруларды анықтаудың мүмкіндігін арттыруға септігін тигізді. Осылайша COVID-19 кезінде теңізде 600 мыңнан астам ПТР сынамалары жүргізілді. Атырау облысы Жолай ауданының тұрғындары үшін Теңіз Шевройл компаниясының әлеуметтік бағдарламаларын айрықша атап өткен жөн. Теңіз Шевройл компаниясы сапалы білім мен оның қолжетімділігін дамытуға ерекше назар аударды. ТШО әрбір бала мен жасөспірімнің жеке қабілетін дамыту үшін жастарға кәсіби бағдар беру және дербес дағдыларды үйрету жобаларын қолдап келеді. Кәсіби бағдар болашақты таңда және басқар жобасы аясында Жолай ауданының жасөспірімдері әлеуметтік және басқару дағдыларын үйренді. Сондай-ақ ТШО кәсіпкерлерді пандемия кезінде бизнесті жақсарту бойынша оқытып, жұмыссыздардың кәсіп ашуына бағытталған жобаларды да қаржыландырды. Құлсары қаласындағы Монтессори орталығының ашылуы ерекше қажеттіліктері бар 200 баланы өмірге бейімдейтін арнайы дайындықтан өткізді. Сондай-ақ компания волонтерлік қозғалыстарды дамытуды қолдап, тұрғындарды компьютерді еркін қолдануға, медиа сауаттылыққа тәрбиелеуге үлкен ықпал етті. 2019 жылы ТШО корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік бағдарламасы бойынша Атырау және Маңғыстау облыстарында ұзақтығы 3-4 айға созылған қысқа мерзімді оқыту курстарын бастады. Бүгінгі таңда бағдарлама бойынша 3 мыңнан астам азамат оқытылды. Олардың 1000-ы Маңғыстау облысында, 2000-нан астамы Атырау облысында еңбек етеді.
2010 жылдан бері барлығы 40-тан астам білім беру жобасы жүзеге асты. Олардың қатарында қазақ тілін үйренуге, ағылшын тілі пәнінің мұғалімдерінің біліктілігін арттыруға, кәсіптік бағдар беруге, цифрлық және икемді дағдыларды қалыптастыруға, инклюзивті білім беруді қолдауға және STEM бағдарламаларына бағытталған жобалар бар. ТШО 1993 жылдан бері Атырау облысында 120-дан астам әлеуметтік инфрақұрылымдық жобаларға $360 миллион астам инвестиция салды. Нәтижесінде мектептер мен балабақшалар, ауруханалар, демалыс орындары, өзге де әлеуметтік нысандар бой көтерді. Өңірде игілік бағдарламасы бойынша салынған нысандардың ішінде барлығын қосқанда 3320 орынды 15 балабақша, 4000-нан астам орынды жеті мектеп, 3 дене шынықтыру сауықтыру кешені, Құлсары қаласындағы 3000 орындық орталық стадион, 3 аурухана мен жедел жәрдем ғимараты, 3 университет пен колледжге және басқа да инфрақұрылымдық жобаларға арналған нысандары бар. Игілік бағдарламасы Атырау облысы тұрғындарының сұрауы бойынша жобалардың тізбесін жасақтап жүзеге асырып, жергілікті әкімдікпен келісіліп, аяқталған нысандардың барлығын жыл сайын мемлекет меншігіне табыстап пайдалануға беріп отырады. Теңіз және Королев кен орындарын одан әрі игеру тек Жылой ауданы мен Атырау облысында ғана емес, сонымен қатар Қазақстан Республикасының басқа аймақтарында да шаруашылық қызметтің сабақтас салаларының дамуына ықпал етеді. Бұл көлік, инфрақұрылым, тұрмыстық қызмет көрсету, ғылыми техникалық қамтамасыз ету және тағы басқа салаларды дамытуға әсер етеді. 1993 жылдан бері ТШО Қазақстанға 184 миллиард ақш долларынан астам тікелей қаржылық төлемдер жасап, оның ішінде жергілікті тауарлар мен қызметтерді төлеуге 45,6 миллиард ақш долларынан астам қаражат жұмсады. Тек өткен жылдың қорытындысы бойынша 2022 жылы Теңізшевройлдың Қазақстанға тікелей жасаған қаржылық төлемдері 14,5 миллиард ақш долларын құрады. Бұл көрсеткіш соңғы 5 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш саналады.